Бәріңізге ассалаумалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Сіздермен бірге мен Мадияр, Алматы қаласы Жетісу Toyota орталығына келіп отырмыз. Райымбек көшесі мен Бауыржан Момышұлының қиылысында орналасқан бұл автоцентр. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі көліктердің бағаларын түсіріп біліп беретін боламыз. Арнамызға жазылып тіркеліп қойыңыздар және осы видеоның астына лайк басып қойыңыздар. Айтпақшы, бүгін күн дүйсенбі, желтоқсанның 19-ы. Сонымен автокөліктің бағаларын білейік. Ал кеттік, бастаймыз. Toyota Camry 75-тік. Алдымызда өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай әдемі көк түсте. Жетісу Toyota орталығының телефон номері экранына көрсетіп қояйық. 21.600.000 теңге деп жазылып қойған автокөліктің бағасы. Былғары салон, 21 жылғы 17.575 шақырым жүрілген, бензин, 2.5 қозғалтқыш көлемі, автомат қорапта. Бұл автокөлік. Келесі көлігіміз BMW көлігі, BMW 750, 24.500.000 теңге. Былғары салон, 2015 жылғы 73.908 шақырым жүрген, бензин, мотордың қозғалтқыш көлемі 4x4 дейді, автомат қорапта автокөлік. Toyota Camry 21.700.000 теңге. 21 жылғы 15.449 шақырым жүрілген, бензин, 3.5 қозғалтқыш көлемі, автомат қорапта. Бұл автокөлік. Двухцветный кузов деп жазып қойыпты. Келесі көлігіміз Toyota Camry 70-тік, жылы 23.300.000 теңге. Былғары салон, 34.081 шақырым жүрілген, бензин, 2.5 автомат. Toyota Camry 21 миллион бағасы. Toyota Camry 75, 21 жылғы 33.996 шақырым жүрген, бензин, 2.5 автомат қорапта автокөлік. Toyota Camry 75-тік, 24 миллион. Былғары салон, 21 жылғы 27.151 шақырым жүрген, бензин, 2.5 автомат. Бағасы қойылмаған автокөліктің. 12.200.000 теңгені қойды екен. Toyota Corolla автокөлігіміз 2019 жылға 43.000 шақырым жүрген, бензин, қозғалтқыш көлемі 1.6, вариатор. Осындай ақ түсте. Келесі көлігіміз Hyundai Sonata 16.600.000 теңге. Былғары салон, 21 жылғы 15.238 шақырым жүрілген, бензин, мотордың қозғалтқыш көлемі 2.5 автомат қорапта. Hyundai Sonata.
Тағы да бір Hyundai Sonata тұр, дәл қасында. 14 миллион 500 мың теңге Hyundai Sonataға сұрап тұр. Қожа бұлғары 2020 жылғы 72 мың шақырым жүрген, бензин 2.5 автомат қорапта бұл Sonata. Hyundai Accent 21 жылғы 10 миллион 300 мың теңге, 18 мың 706 шақырым жүрген, бензин, мотордың қозғалыс көлемі 1.6, автомат қорапта бұл автокөлік. Mazda 6 10 миллион 300 мың теңге. Мата салонда 2018 жылғы 88 мың 165 шақырым жүрген, бензин, қозғалыс көлемі 2, автомат қорапта. Бұл Mazdaға сұрап тұрған бағасы 8 миллион 900 сұрап тұр екен. Мына Kia Rio автокөлігіне 2021 жылға 365 шақырым жүрген екен, 365 мың шақырым жүрген екен, бензин 1.6, автомат, алдыңғы жетек. Қарапайым темір дискіде тұр. Келесі қатарды түсіріп жіберейік. Kia Sportage 2014 жылға 8 миллион 800 бағасы, мотордың қозғалыс көлемі 2, автомат, толық жетекте екен бұл автокөлік. Артқы оң дөңгелегі желі жіберіп қойыпты. Көліктердің бәрі жабық. Toyota Highlander келесі автокөлігіміз 38 миллион сұрап тұр екен. Бұлғар салонда 2020 жылға 50 мың 680 шақырым жүрген, бензин, 3.5 қозғалыс көлемі, автомат қорапта, толық жетек, төбесінде рейлингі бар автокөліктің. Chevrolet көлігі алдымызда 16 миллион 500 мың бағасы. Бұлғар салон 21 жылға 14 мың 306 шақырым жүрген, мотордың қозғалыс көлемі 2, автомат қорап. Toyota RAV4 18 миллион 700 мың теңге сұрап тұрған бағасы. 2020 жылға 11 мың 180 шақырым жүрген, бензин, 2, қозғалыс көлемі, автомат қорап, толық жетекте автокөлік. Келесі көлігіміз Kia Sportage 9 миллион 700 мың теңге бағасы. 2015 жылға 128 мың 9 шақырым жүрген, бензин, 2, қозғалыс көлемі, автомат қорапта, толық жетекте бұл автокөлік. Kia Sportage. Келесі көлігіміз RAV4 20 миллион 800 мың теңге. Мата салонда 2020 жылға 48 мың 449 шақырым жүрген, бензин, 2.5 қозғалыс көлемі, автомат қорап, толық жетекте бұл автокөлікте. Кроссовер. Тағы бір көлігіміз Kia, ешқандай баға қойылмаған бұл Kia'ға. Toyota RAV4 20 миллион 300 мың, 21 жылғы 35 мың шақырым жүрген, бензин, 2, мотордың көлемі, автомат қорапта. Двухцветный кузов деп жазып қойған екен, шанағы, Бұлғар салон автокөлік. Сонымен достар, келесі көлігіміз Toyota RAV4 тағы да біреуі тұр. 13 миллион 400 мың. 2014 жылға 190 мың
468 шақырым жүрген, бензин 2.5 қозғалыс көлемі, автомат қорап. Толық жетекте бұл автокөлікте. RAV4 18 миллион 300 сұрап тұр мына RAV4-ке. 2019 жылы екен. 80.948 шақырым жүрген, бензин, қозғалыс көлемі 2, вариатор, толық жетекте, төбесінде рейлингі бар. Lexus RX 350 назарларыңызда. 15 миллион 700 мың. Былғары салон, 2013 жылғы 138 мың шақырым, 138 мың шақырым жүрген, бензин, 3.5 автомат, толық жетекте бұл автокөлікте. Сонымен құрметті достар, видеомыз пайдалы болып, қызық болып жатса, арнамызға тіркеліп жазылып қойыңыздар. Біз келесі қатарға өтіп, келесі қатарды түсіріп жіберейік. Toyota Avensis назарларыңызда 6 миллион 500 сұрап тұр екен. Бұл автокөлікке қара түсте, мата салонда, 2008 шыққан жылы, 322.633 шақырым жүрген, бензин, 2 мотордың қозғалыс көлемі, вариатор, алдыңғы жетекте бұл автокөлік. Мына алдындағы лобовой әйнегі шытынап сынып кеткен екен. Төбесінде мынандай багажы бар. Автокөліктің бұлай жағдайы жаман емес. Енді мынандай алдыңғы шамдары шаршаған біраз, өздеріңіз көріп тұрғандай. Қасында Mitsubishi тұр екен, ешқандай багаж теңке қойылмаған. Volkswagen Polo бағасы бар ма екен, көріп жіберейік. Бұнда бағасы жоқ екен. Көп көліктердің бағасы жоқ мына жерде. Сонымен Toyota Land Cruiser 355 миллион тұрады екен. Бағасы 55 миллион, 21 жылға 14.494 шақырым жүрген, бензин, 4 екен қозғалыс көлемі, автомат, толық жетекте бұл автокөлік. Дәл қасында Lexus 570 назарларыңызда. Былғары салонда, 2009 жыл екен, 189.481 шақырым жүрген, бензин, 5.7 екен, автомат, толық жетекте бұл Lexus. Келесі тағы бір көлігіміз тұр, Toyota Land Cruiser 200-дық, 51.700 мың теңге сұрап тұрған бағасы. 2018 жылғы екен, 67.059 шақырым жүрген, бензин, 4.6 автомат, толық жетекте. Тағымына екі шетінде екі көлік тұр, бір пикап, Hilux, Toyota Hilux назарларыңызда. 17 миллион сұрап тұр екен, жүрілген автокөлік бұлда. 2019 жылғы 211 мың шақырым жүрген, бензин, 2.7 автомат, толық жетекте. Тағы бір көлігіміз тұр, бірақ мына жерде достар көрінбейді. Көргенше айтып берейік. 39 миллион 500 мың сұрап тұр екен. Бағасы 2019 жыл екен, 179 мың шақырым жүрген, бензин, 4.7 автомат, толық жетекте. Бұл автокөлік өздеріңіз көріп тұрғандай Land Cruiser. Toyota жетісу орталығының телефон номері тағы бір рет көрсетіп берейін, құрметті достар. Осы номерге хабарласып толық информацияны сұрап алсаңыздар болады. Мына қатарда тұрғанның бәрі джиптар, өздеріңіз көргендей. Мұнда тағы бір
Toyota Land Cruiser тұр екен. 231 миллион 600 мың теңге екен сұрап тұрған бұның бағасы. 2016 жылға 145 мың шақырым жүрген, бензин, мотордың қозғалыс көлемі 4, автомат толық жетекте. Келесі көлігімізде Land Cruiser 200-дік 2016 жылға 99 мың шақырым жүрген, бензин 4-те жетекен, автомат толық жетекте. Бағасы жоқ. Toyota Land Cruiser 150 28 миллион. Бұлғар салон, 2018 жылға 125 мың 694 шақырым жүрген, бензин 2-де 7, автомат толық жетекте екен. Көліктер жайлын айтамыз, көліктердің жағдайы жаман емес, жақсы. Toyota Land Cruiser 231 миллион 700 мың теңге. 2016 130 мың 406 шақырым жүрген, бензин 4, қозғалыс көлемі, автомат толық жетекте. Бұл автокөлік. Toyota Land Cruiser 120 2004 жылға 324 мың 937 шақырым жүрген, бензин 2-де 7, автомат толық жетекте. 9 миллион 500 сұрап тұрген бұл автокөлікке. Келесі көліктің мына жерде тұрған бағалары жоқ, бәрі резервте дейді. Сонымен құрметті менің арнамның көрермендері, біз бүгін Алматы қаласындағы Райымбек даңғылының бойындағы Toyota жетісу орталық салон центріне келіп, сіздердің назарларыңызға осы жерде көліктер түсірдік. Бүгінгі мәлімет осы. Видео пайдалы болып, қызық болып жатса, арнамызға тіркеліп, осы видеоның астына лайк баса кетіңіздер. Әр басқан лайктарыңыз каналымызды ары қарай дамытады. Сонымен құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болайық.